Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видео менің таңым жайлы болады. Егер осы видео қызық болса, менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпа. Ал енді біз бастаймыз. Өзімнің жуынатын бөлмеме келемін де, жуынуды бастаймын. Ал енді видеомызды бастайық. Және де менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Мен сіздерге барынша тырыстым. Ең алдымен бетімді жақсылап тұрып, осындай сүйді умывашкасымен жуып аламын. Бұл гель для умывания. Бұны жақында ғана алдым, бірақ та маған қатты ұнады. Бұлай результатын қолданып болғаннан кейін айтатын боламын, себебі қазір енді ғана алдым. Және бірақ одан да бұрын ең алдымен мен қолымды жуып аламын. Себебі қолымызда қаншама бактерия бар, оның барлығын жуып жақсылап тұрып аламын. Содан кейін болғаннан кейін бағанағы сүйді умывашкасын, яғни гель для умыванияны қолыма кішігірім қана қойып, оған кішкене ғана су қосамын. Негізі су қосуға болмайды, бірақ та бұл гель, сондықтан бұл пенка емес, көп көпіршімейді. Жақсылап тұрып бетімді жуып аламын. Түнде сіздер крем жағасыздар, немесе мүмкін боянатында шығарсыздар, бірақ мен боянбаймын. Тек күнделікті бетіме крем жағып осындай уходты жасағанды жақсы көремін. Жақсылап тұрып бетімді жуып аламын. Және суды қолымды, бетімді барлықтарын жақсылап тұрып жуып аламын. Бетімді жылы сумен жуамын. Жылы болғанда жылылау сумен кішкене ғана жуамын. Және бұл менің таңғы бет күтімім. Содан кейін міндетті түрде тісімді жуамын. Себебі бұл менің таңғы күтімім болғандықтан, әрине оның ішінде де тіс жуу кіреді. Тісіңізді жумай тұрып бір стакан су ішу өте зиян. Сондықтан тісіңізді жуып, содан кейін ғана су ішіңіз. Енді көп жерлерде сөйтіп айтып жатады, бактерия кіреді деп, сол үшін де тісіңізді жуғаныңыз жөн. Мен тісімді жақсылап тұрып, 1 минуттай ысқылап сөйтіп жуамын. Тісіңізді күнделікті жууға кеңес беремін, және қазір көзім ісіп тұр. Сондықтан да кешіріңіздер. Айтпақшы, 2 апта бойы менде вообще видео болған жоқ, сол үшін де кешірім сұраймын. Себебі бір жағдайларға байланысты, сосын мен тісімді шайып жуып аламын. Содан кейін өзіме осындай тканевый маска жабыстырамын. Осындай қияр маскасы. Айтпақшы, тканевый масканы жабыстырмас бұрын таңертең суық суға салсаңыздар, өте жақсы деп айтып жатады. Мен де соны істеп көрейін деп шештім. Орын ауысты, кешірім сұраймын. Бағанағы өзімнің тканевый маскамды ашып, жақсылап тұрып бетіме жабыстырып аламын. Өте ол маңызды. Тканевый маскалар өте жақсы көмектеседі. Одан кейін осындай крем мен вазелинді қолданамын. Бұлар міндетті түрде. Таңғы ас ішпес бұрын 1 стакан су ішіп аламын. Және таңғы асқа қара шаймен осындай әртүрлі печеньелер, тәттілер жеймін. Ас болсын. Образым осы. Осындай қызыл шобыр и қызыл. Жалпы сол. И как всегда, достар, мен мектепке бара жатырмын. Влогтарда өмір мектепке бара жатырмын, сол үшін как всегда деп айттым. Көбіне көрсеңіздер, мен как всегда мектепке бара жатырмын. Бірақ та негізі жазда мектепке бармайды деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, біз онлайн оқыдық, и потому что біз жазда мектепке барамыз. Негізі түрде ол өздерінің қалауларынша твист. Бірақ мен мектепке бару таңдадым, себебі мектепке барған күшті деп ойлаймын. Сабақты түсініп, достарымды көрем дегендей. Мен 6 сыныптың жартысынан бастап уже 1,5-2 жылдай болды онлайнда отырғанына. Дистанционкада сол үшін де баруды шештім. Кеттік. Let's go деп. Ал енді сіздер үшін 1 секунд, мен үшін 15 минуттай уақыт болады. Ал енді сіздер мектептесіздер, мен де мектептемін. Сіздер үшін 1 секунд болса, мен үшін қаншама уақыт кетті деп айта алмаймын. Потому что анам таксимен алып кетті. Вот мектепке келдім. Но мен мектептің артына баруым керек. Сол үшін айналып бара жатырмын.
Вот мына жақта 11-лер ма 9-лар ма сондайлар ғой, не еш турда ма сондай бірдеңе. Кажется, түсінбедім. Наконец-то класстарымды көретін болдым. Воля, құттықта қойыңыздар. Енді точно мен мектепке келдім. Жалпы әзірше ешкім жоқ. Ну, даладан класстарымды көрдім. Мынау менің орным деп айтсаң, иә, қашың айтамын, нақты қай орында тұратынымды білмеймін. Бізде есеп бітті, бір есеп бітті, енді екіншісіне көшетін боламыз. Бізде бірінші сабақ бітті. Бізде екінші сабақ бітті. Тарих бітті, қазір тарихтан біз тест тапсырдық. Но мен барлығын жаздым. Наконец-то құттықта қойыңыздар деп па. Но оған негіз баға қойыла ма білмеймін, просто жаздық сабақ. Мына жақта маска киіңіз. Тақта мен маскамен отырмын. Құттықта қойыңыздар. Мен сіздерге өзімнің тестімді көрсетемін. Егер жазбаған адамдар болса, жазуларыңыздар, жазу страшный. Ештеңе етпес. И бізде қараңыздар, мына жақта бізде Инстаграм. Всем халёв! Достар, мен сабақтан қайтып келіп жатырмын. Қолымда видеосы бар. В общем, достар, мен үйге келдім. Сөйтіп сіздерге өзімнің лугымды сөйтіп көрсетіп жатырмын. Вот мынандай арбуз алдым. Папа маған күшті мынандай домашниктер әкеп берді. Көп көмек түсті екен. Мына жері жұмсақ келген кезде маған қатты ұнады. Вот сіздерге влог ретінде түсірейін деп жатырмын. Қазір бізде обед. Қайда подсветка. Вот обед бізде. Мен кешке берген үй тапсырмаларды жазып, өзімнің сабақтарымды орындаймын. Достар, мен өзімнің сабақтарымды оқып біттім. Және де менің осымен видеом аяқталды. Өтінемін, менің арнама тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңдар, себебі мен сендер үшін тырыстым. Және көптен бері видео болмаған үшін кешірім сұраймын сендерден. И себебі оның бір себебі біз көштік, сол үшін де сіздерге көп видео түсіре алмадым. Кешірім сұраймын. Жалпы айтқанда, сол ертеңгі өзімнің физиканы сабақтарымды сөйтіп оқып біттім. Жалпы сол. Айтпақшы, бүгін мен мақтау қағазын алдым, сіздерге көрсеттім ғой бағана. Құттықта қойсаңыздар болады. Және сіздерді де құттықтаймын, егер алсаңыздар, сау болыңыздар.